Сәлеметсіңдер ме, 3-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Адамдар мен өзен ертегісі». Сказка про людей и реку. Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Өзен, река, дәмді, вкусный, асты, снизу, под, дно. Көлшік, небольшое озеро, пруд. Айналады, превращается. Давайте повторим. Тағы бір қайталайық. Өзен, дәмді, асты, көлшік, айналады. Енді балалар, берілген мәтінді оқиық. Давайте прочитаем текст. Баяғыда өзен болыпты. Адамдар өзенге өзен, суың қандай дәмді депті. Өзен рахмет дейді. Өзен адамдарға су береді. Ағаштар мен гүлдер су ішеді. Адамдар өзенді ластайды, қоқыс тастайды. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Өзен көлшікке айналады. Ол адамдарға ренжиді. Давайте теперь переведем, ребята. Енді аударайық. Жила-была река. Люди сказали реке: «Река, какая вкусная вода!» Река ответила: «Спасибо». Река дает людям воду. Деревья и цветы питаются водой. Люди загрязняют реку, выбрасывают мусор. На дне реки накапливается мусор. Река превращается в пруд. Она обижается на людей. Енді балалар, суретті сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтырайық. Давайте допишем предложение, вставляя слова вместо картин. Бірінші сөйлем. Первое предложение. Адамдар. Здесь у нас картина реки. А река на казахском, ребята, как будет? Правильно, өзен. Адамдар, өзен, суың дәмді дейді. Келесі сөйлем, следующее предложение. Адамдар өзенге. На этой картине у нас мусор. Мусор на казахском, ребята, как будет? Правильно, қоқыс. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. И последнее предложение. Өзен. Здесь у нас небольшое озеро. Пруд. Пока пруд на казахском. Көлшік. Өзен көлшікке айналады. Басынан бастап оқиық. Давайте прочитаем сначала. Адамдар өзен, суың дәмді дейді. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. Өзен көлшікке айналады. Балалар, суды қорғайық. Өзен көлдерді ластауға, қоқыс тастауға болмайды. Су өмірдің нәрі. Ребята, давайте беречь воду. Нельзя загрязнять и выбрасывать мусор в реки и озера. Вода – нектар жизни. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.